Сәлем. Бүгін мен саған фокниктің шляпасындағы қоянды кеттік. Бірінші бір сызық саламыз. Содан одан домалақ саламыз. Содан кейін оған бантиктен шешек қылдырамыз. Содан простой домалақ істейміз. Сопақ істейміз. Тағы да бір сопақ. Тағы да бантик. Жүрек. Енді сызықтан жаласын істей береміз. Дұрысымыз болып қалса, өшігінмен өшіңдер. Үлгермей қалсаңда паузаға басыңдар. Şimdi қоянды саламыз. Бірінші саламыз шеңберінің жартысын. Содан қоянның құлақтарын саламыз. Бір сызық саламыз. Содан кейін тағы бір сызық саламыз. Оның бұрышының бәрін бастап. Содан кейін оған бір домалақ істейміз. Содан жүрек саламыз домалақтың ішіне. Содан мұрттарын жасаймыз қояндан. Содан кейін енді көздерін саламыз. Көздерінің ішіне домалақ істейміз да. Содан кейін ішіне домалақ істейміз да. Ол шеңберінің ішіне бояп тастаймыз. Содан кейін енді біз оны бояймыз. Енді қара түсті аламыз. Мұндай кисточкамен онан қара батырамыз. Önce суға аламыз. Енді менде палетканы отқат, сол үшін оны тарелкаға істеп жатырмын. Koksuya batırırız. Tamam paletka astığımızda ondan boyayımız. Koyandı boyayımız. Yani üstüne. İyi önce koyandan kulağın boyayımız. Şimdi ayağını onun boyayımız. Ona basın.
шеңберінен оны бір бөлшегін бояймыз. Су вообще болса, онда суға батырыңдар. Оны бітіргесін, оны суға жуамыз. Енді оны мұрны бояймыз сары түспен. Ашық сарымен. Енді оның бантын бояймыз. Оның ең үлкенде жүректі жақын, оны жабық көзімен бояймыз. Астын жақтарын ашық көзімен. Şimdi yeni artlarına şans koyunlar. Yeni buldum. Пока.